Всем привет, достар! Бүгін біздерде Жукон аймаған мама болады. Алдыңғы историяны көрген болсаңдар, ол бірінші бөлім болатын. Барлықтарың екінші бөлімді сұрап жатыр екенсіңдер, ендеше екінші бөлім басталды. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңдар, және де лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар. Себебі бұл жолы да видеоның мағыналы әрі қызық болатынына сенімдімін. Айтпақшы достар, мен канал ашып жатырмын. Менімен бірге ойнағысы келетін және де бірге осылай видеоға түскісі келетіндер болса, инста парақшаға жазсаңдар болады. Достар, бірінші серияда байқаған болсаңдар, мамамен осындай ағаш қағып бөлмеге қамап кетті. Енді отырсым мынау. Не телефон бермейді, не сыртқа шығуға рұқсат бермейді. Тағы да бұтыма сиіп қоймасам болар еді. Жарар, осы мен симеймін деп ойлаймын. Негізі достар, мен ойлаймын да, маған мама мейірімді қарайды ғой. Ол мені мәпеледі, 9 ай көтерді. Енді мені, енді ренжи береді. Жарайды, мүмкін өзі де байқамай қалған шығар. Негізі менің мамам ең керемет ана. Жарайды, енді ертеңгісін көрермін. Қазір ұйықтайын. Жат, ұйықта. Ұйықтамағансың ба? Ұйықтап қапты ғой. Жарайды, да кеттім. Алдыңғы серияда көп оқырманым жазған еді, демаламын деп ұйықтамай қойдыңыз ғой, бірден тұрып кеттіңіз деп, кішкене демала тұрайын. Демалып болдым, таң атты достар. Киімді ауыстырып алдым. Мама кимей тұрып, осы жерде тұрайын. Мама да келіп қалыпты ғой уже. Таңғы ас ішеміз, астына түс. Айттым ғой достар, негізі мен мама мейірімді, арасында ұрсып қоятын болмаса, әйтпесе көрдіңдер ғой, барлық жағдайым жасайды. Сен ұйықтап жатқанда азық-түлік әкеп қойдым. Тез таңғы ас іш, сыртқа шығамыз. Мәссаған, мам, көп продукт алып келіпсіз ғой. Саған әкелген жоқпын. Киімің бар ма сабаққа киюге? Жоқ, бір киіммен жүрмін әлі. Алып алсақ жақсы болар еді, мам. Ауыстырып киіп жүретін. Бүгін шоппинг жасаймыз, кеттік. Шынымен ба? Мам, айттым ғой достар, мен мамам, көрдіңдер ғой, мейірімді сондай. Мам, кешірші мені, кеше сені ренжітіп қойдым. Енді саған бүкіл жігітімді айтып отырам. Сенімен сырласам. Ойланып көрем, тәртібіңе қарай смотря. Жүр, сылтаң етпей, шық. Ол шесікті мен ашып берем ба? Тәртібің жақсарғанша сабаққа бармайсың. Тәртіп дұрысталғанша сабақ отмена. Қазір машинамды шығарайын, күте тұр. Давайте маманың артынан жүре берейінші. Ұрсесті қалмайын қазір. Міне мама машинасы да дайын. Еще мама қара түске таймақ ауыстырып алыпты. Давайте ендеше бізге сәттілік, ал жолымыз болсын. Көзіңе қарасайшы. Мен жолмен келе жатқан ес? Бәр. Ұрыспай қояйын, жарайды, кете берейік. Сен қайда баратсың? Епте алмайтындар. Жағаласты ғой бізге мыналар. Әрірек жүрсе қайтеді? Әрірек жүрсеңдерші. Достар, мыналар келісіп алған ба? Маманың бүкіл настроениесін құртатын болды ғой. Новый киім алғанды жақсы көрмейтін балалар жоқ шығар, иә? Бұрын өзімізде новый киім алған кезде оны үйге әкелесің, содан кейін үйдегілерге киіп көрсетесің, комплимент айтады. Одан мектепке келгенше асығатын едік қой. Торговый центрға да келіп қалдық. Шынымды айтсам, қуанып тұрмшы. Түрлі тренд болатқан киімдерді алып алып, мектепке киіп бармайын ба? Әйтеуір бір мама сабаққа жіберетін шығар бәрібір. Мен туалетке барам, киімге кір. Киімге кір дейді. Киім қай жақта өзі мен білмем ғой, мам. Тұтсаға әкеліп жүрген адам құсап. Бұл жырамай бол, бас аяғымды. Күтіп қалдым ғой. Ұнаған киімді қарай бер. Барлығын ап берем қазір саған. Қазір келем мен. Достар, бір жақсысы мамам жарықтық шоппинг жасап береді. Сабаққа да бармайым. Маманың сол жері жақсы. Өзім де сылтау таппай жүредім, жақсы болды ғой. Мына киімдер алынбай жатыр
қалай алсам болады екен? Жарайды, мама келгенше просто қарап жүре берейінші. Қазір өзі де келіп қалар. Мама, не болып жатыр мында? Мен мамама қатты ұқсайды екен алыстан. Жарайды, қазір қасына барып көре салайыншы. Мам, қайдасың? Мама, бұл сен ба? Мама, о, жоқ. Мама, жаным-ау, жүрегім, кеш, мен сені көтеріп алайын. Машина жанып жатыр, аяғым күйіп кетпесе болар еді. Больницаға тез апар, қызым. Иә, мам, қазір өзім апарам сені. Достар, мамамның ауырып қалғаннан жалмауыз деп қойып ұрсып жүре берген жақсы еді ғой, жарайды, сөзді көбейтпей маманы тезірек ауруханаға апарайын. Достар, мамаға да жан керекше түсіп кетті да өзі кетіп бара жатыр ғой. Жарайды, кеттім, ерейін артынан. Сәл күтші, мам, дәрігер шақырып келем, шыдай тұршы кішкене. Достар, мамаға бұлай болады деп ойламаппын. Ойлап жүредім, жалмауыз мамаларға ештеңе болмайды деп. Бірақ қалай ғана менің мамама бұлай болды? Сақ болатын мамам қалай машина астына түсті? Түк түсінбей тұрмын, әкем де жұмыста. Жігітіме звондап көрейінші, мүмкін сол келе алар. Алло, сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Қайдасың? Біз мамаға тез шұғыл көмек керек, маманы машина басып кетті. Мен басқа қаладамын ғой. Все, мен ұшақпен ұшам. Қиын кезде жаныңда болам, білесің ғой. Уайымдама, бәрі жақсы болады, жарай ма? Иә, күтем. Арада бір ай өтті, достар, мамам да жазылды, бара жатырмын, бірге көрейік. Так, мамама барайын, мамам мен күтіп отырған шығар. Жақсы болса үйге алып. Мамочки. Айна берші, қызым, түрімді көргім келеді. Мам, жазыласың, бәрі жақсы болады, өзім саған қарайым, сабаққа да бармайым. Сен сонда жақсы көрем, қорқыттың ғой бізді. Үйге жамауыз, үйімді сағындым. Осы маманың жамауыз деген сағынып қалдым, бір ай болды ғой естімегелі. Такси шақыршы. Алло, сәлеметсіз бе? 14-ші үйге бару керек. Үйге келдік, достар, ендеше көреміз, ары қарай қандай қызықты сәттер болады екен. Су әкеп бересің бе? Қазір, мама. Ой, салқын су болмайды екен ғой, айтпақшы. Туалетке шыққым кеп тұр. Өзің ішесің бе, қызым? Өзің ішпей бересің бе? Қазір, мама, жылыма дәмін көрейін дегенмін. Салқын су ішпеші, ауырып қалдың ғой. Рахмет, қызым. Сені сондай аяй деп ойламаппын. Шыққым кеп тұр. О, тоба, мен сеп қойғанда ұрсып едің. Қазір түшіп қойсаң өзіне ұрсам ба екен, достар? Жоқ, жарайды, ауырып қалды ғой. Жүр ендеше, мам, кеттік. Өзім көмектесем саған. Мам, келе жатсың ба? Иә. Ой, түшіп қойдым. Не? Түшіп қойдым? Қайда? Жарайды, мам, ештеңе етпейді, өзім тазалайым. Жуындыршы, қызым. Бұлай түшіп қояды деп ойламадым. Әлем болып кетті ғой. Фуй, оказывается, кәдімгідей сасық болады екен ғой. Все, ужас. Кеттік. Болды, енді маманы суға түсіріп алайын. Өмір-ай, бетім-ай. Мен барда ештеңені уайымдамашы, мам. Бәрі жақсы болады, бәрі артта қалады. Кеттік, бөлмеңізге барып кішкене демалып алыңыз. Барлығы жақсы болады. Тек өзіңізді күтіңіз. Ештеңені уайымдамаңыз. Қызым, кешір мені. Мен өкінем. Мен лайық емеспін саған. Тастап кет мені. Мен ете алмайды екенмін. Саған қалай шеше болғанмын. Сен кереметсің. Жігітіңмен кете бер. Жоқ, мама.
Жоқ мама, сені ешқашан тастамаймын. Ондай нәрселерді айтпашы мүлде. Сен ең керемет анасың. Сол рас болса, фанатым кеп тұр, шығып келейін. Мама деген ауырып тұрғанын ұмытып кеткен ғой. Мамамның артынан фанатын көруге мен де бара жатырмын. Так, барып суретке түсіре салайын деген сияқты. Естелікке суретке түсіп алдық, ендеше кеттік, ойында ары қарай жалғастырамыз. Мамамның киімін ауыстырып берейін. Қазір больницаға апарамын. Мам, қазір келем, кішкене жата тұрыңыз. Жуатын киімдеріңізді стиралкаға салып қойдым. Болды, кеттік енді. Жүріңіз, мен сізді көтеріп алайын. Бүгіннен бастап коляскамен жүруді қоямыз. Мен енді сізге жүргізуді өзім үйрететін боламын. Кішкентай кезімде маған жүруді үйреткен едіңіз ғой. Енді сізге ауырғанда мен өзім үйретемін. Бәрі жақсы болып кетеді әлі, мам. Тек маған сенсеңіз болды. Мен сізді ауырғаныңызда жалғыз қалдырмаймын. Сіз үшін керек нәрсенің барлығын жасауға дайынмын. Рахмет саған, қызым. Бағана такси шақырып қойып едім. Міне мынау мен таксиім ғой, жақсы болды ғой. Өзі келе жатыр екен. Ой, бұл не болып кетті? Больницаға жақындап қалдық. Ендеше так кеттік. Қуанып келе жатырмын. Мамам уақыт өткен сайын жақсы болып келе жатыр. Қолтығыңнан еш шыға ма дейді. Менің мамамның айтпайтыны жоқ қой. Сізге айтпақшы, оплатаны Каспийге төледім. Мам, сен қазір осы жерде отыра тұршы, мен қазір көріп келейін. Жоқ, мұнда очередь жоқ екен ғой. Кеттік ендеше, рентгенге барамыз. Мына кісі мамам фанаты ма, неге шықпай қалды? Рентгенге сеніп отыр ма? Әлде очередке таласып жүр ме екен? Сөлмейсіздер ме? Мен сіздердің қараушы дәрігерлеріңіз боламын. Қазір рентген результатын қарап жүрейін. Келдім ба? Иә, келдім. Қалайсыңдар, барлығы жақсы ма? Кеттік, маман артына барайық десіз. Есікті жабамыз. Ем жүргіземін. Достар, қазір мамамды тексеріп жатыр. Бір шама жақсы болып қалды. Так, не дейді екен, күтейік. Қызымның жігіті. Айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Менің қызымды алып кет, бақытты болыңдар. Сізді тастамаймын, мам, қойыңызшы. Мен жүре алмаймын. Түрім болса қорқынышты. Сізді қалдыра алмаймыз, ол не дегеніңіз? Сіздерге қуанышты жаңалығым бар. Енді сіздің анаңыз жүре алады. Аяғы біраз емделіпті. Барлығы жақсы екен. Бетін емдесек, содан кейін үйге шыға берсе болады. Дәрігер, рахмет сізге, қуанышты жаңалық. Рахмет, дәрігер. Шынымен жазылып жатырмын ба? Ойнап айтам, бұйра бас. Қызымды қалдырып кет. Әрине, сізді тастамаймыз ғой. Рұқсат болса, анаңызды алып кетейін. Ем жүргізуіміз керек. Содан кейін беті толықтай жазылады. Мам, ештеңені уайымдама, барлығы жақсы болады. Сені күтем осында. Қашан барлығы бітер екен? Мамамда барлығы жақсы болып кетсе екен, уайымдап жүрмін. Мен де уайымдап тұрғаным. Бірақ уайымдама, барлығы жақсы болатынына сенемін. Біткен сияқты, дәрігер келе жатыр. Анаңыз 1 сағаттан кейін оянады. Анаңыздың бетін қалыпқа келтірдік, бірақ та тынығу керек. Жарайды, дәрігер, ендеше 1 сағаттан соң келеміз. Арада 1 сағат өтті, мамаға келдік, бірге көрейік. Міне біз операция жасадық. Енді ертең үйге шығуға болады, тек бүгін тынығу керек. Достар, менің мамам түрі қалыпқа келді, ертең шығарып алған кезде бірге көретін боламыз. Қарның ашқан шығар, кеттік сырттан тамақ іше салайық.
Так, достар, біз тамақ ішуге кетіп бара жатырмыз. Мұнда жақын жерде кафе бар ма екен? Қанша күннен бері маманы қарап, кішкене шаршап қалдым. Бүгін үйге барып демалып алайын, ертең мама келсе қайтадан қараймын. Так, достар, біз келдік. Ендеше қазір бірдеңе жеп ала салайық, содан кейін үйге барып демалып алатын боламын. Ертең мамамды шығарамыз. Так, достар, біз тамақтанып болдық. Ендеше үйге қарай барамыз. Ендеше кеттік. Айтуға ыңғай келмей жүреді, бүгін сәті келген сияқты. Мамаң жазылған соң үйленсе қалай қарайсың? Мамаларды таныстырып көрейік, сөйлессін деген сияқты ары қарай өздері көре жатар. Иә, көрейік, қарсы болмайды деп ойлаймын. Мамаңа кіріп шығамыз ба? Жолай соқып кете салмадық па? Жоқ, үйге кеттік, дәрігер айтты ғой бағана, ертең бірден келесіздер деп. Мама демалып жатқан шығар. Достар, мені көшеден жылқы күтіп алды ғой. Мама болғанда мама күтіп алушы еді сыпырақшымен. Жарайды, ендеше кеттік, үйге келдік. Пока-пока, көріскенше. Так, достар, мен үйге келдім. Есікті жауып кете салайын. Светті өшіруді мүлдем ұмытып кетіппіз ғой. Ой, есік жабылмай қалды ғой. Жарайды, ендеше мен кеттім. Жоғарыға барып, бөлмеме демалып алайын. Бір ұйықтай қойын деп едім, кім келіп жатыр екен? Барып қарап көрейін. Пап, сен ба? Так, достар, мұнда менің Маржан есімді оқырманым келіп қалған екен. Келіңізші, сәлеметсіз бе дейді. Так, Гонжа топ дейді. Көп рахмет, Маржан. Айтпақшы, достар, егер де видео барысында, ойын барысында сендер осылай мені көріп қалатын болсаңдар, ойынға кіріп кетсеңдер болады. Айтатыным, тек кедергі жасамасаңдар болды. Ал ендеше, достар, кеттік. Мама мені өзі де күтіп тұр екен. Көп күтірмей барайық. Мам, мен келдім. Мам, сондай сұлу болып тұрсың. Барлығы қайтадан қалыпқа келіпті ғой. Жарайсың, сен үшін қуаныштымын. Қызым, қара, менің бетім қандай күшті. Сен қорқып тұрған жоқсың ба? Қарасайшы, мен қазір жүре алам. Былай да тұра алам. Қарасайшы, осылай да тұра алам. Не осылай, барлығын жасай алам. Сондай қуаныштымын. Ура, шұғылыңызбен. Жүріңдер едінші. Көп созбай үйге барайық, үйді сағынғанда шығарсын. Так, достар, барлығымыз машинаға отырдық, үйге кетіп бара жатырмыз. Так, достар, үйге жақындап қалдық. Үйге де келдік, ендеше барлығымыз үйге кірейік. Үйге кір демедің ба? Мам, тағы да сыпырғышпен қуып жүрмейсің ба? Енді ол мама жоқ. Райт, мам, WhatsApp-тан жаздым. Кіре ғой, балам, ұялма. Қызым, дастархан жасап жіберші. Жақсы, мам, қазір жасап тастайым. Мама жоғарыдан келгенше тез дастархан чеке қылып тастайық та, я? Әуре болма, жан, мен көмектесейін. Шаршаған шығарсың. Мен де жасай алам. Қойш, сен де жасай аласың ба? Яда мен үшін әшейін сән ғой ол деген. Молодец. Жарайды, ендеше мама отыра беріңдер деген, кел тамақ ішіп алайық. Қаз кішкене қалды. Қазір жасап жүрейін, сосын отырам. Так, достар, маманы күте тұрайық. Маманың өзі де келіп қалды. Жарайды, ендеше тамақ ішіп бастайық. Айтпақшы, біз бағана жолда келе жатқан кезде барлығын, яғни ұсыныс туралы айтқан болатынбыз. Күшті жасап жатсың ғой. Молодец. Рахмет. Мама, әдемі болып кетіпсіз. Рахмет. Ал, отырдыңдар ма барлықтарың? Келіңдер, тамақ ішіп алайық енді. Сендер іше беріңдер, біз қазір келеміз. Қызым, бері келші. Сенімен сөйлесетін әңгіме бар еді. Жүр, оңаша барып сөйлесіп келейік. Содан кейін келерміз. Мама болып кеттім ба уже деп, мама шок болып жатыр ғой деймін. Так, кеттім, маманың артынан барайын. Достар, маманың қасына отырдым. Бірақ бір жағынан қорқып та тұрмын, бір жағынан
маманы ойлап та тұрмын. Қызым, менде барлығы жақсы. Өзінде қалай? Емделдің ба? Иә, мам, мен үшін уайымдамашы. Сізде барлығы жақсы болса, демек менде де барлығы жақсы. Сіз үшін қуаныштымын, жазылғаныңызға сондай қуанып отырмын. Иә, жарайды. Сип қойма енді, ұят болады әйтпесе. Иә, мама, уайымдама. Барлығы жақсы. Так, достар, мен маманың артынан кеттім. Пап, кеттік тамақ жейікті. Қызым, жігітің қайда? Өзімен бірге тамақ та жоқ болып кетіпті ғой. Білмедім, мам, жүрген еді ғой жаңа. Қазір мен қоя салайын. Мен осындамын. Қазір мен су ішіп алайын деген едім. Достар, мұнда екен ғой. Біз кетіп қалды ма деп ойлаған едік. Не дегенмен жұмыс басты ғой деп. Так, ендеше міне тағамдар дайын болып қалды. Не іздедің? Көмек керек болса айт. Жой, мен су ішуге келген едім. Жарайды ендеше. Мәссаған, дастархан қандай күшті. Коктейль мен тауық аяқтары. Қандай күшті дәмді. Сендерге де ұнай ма, достар? Айтпақшы, қызық, мама не айтып жатыр екен? Қалай ойлайсыңдар? Өздері де келе жатқан сияқты, кеттік отыр дейді. Алдымен тамақ ішіп алмадық па? Содан кейін сөйлесе жатармыз балалармен. Бұйра бас жігіт, мамаңды шақыр, мамамен бірге сөйлесейік. Ақылдасатын уақыт келген сияқты. Тойға дейін аз ғана уақыт қалды. Ой, мына Свет бүгін замекание болып тұр, жарайды, жақып қояйын. Сендер үшін қуаныштымыз. Тезірек барлығын жасап тастайық, не дегенмен жақсылық қой. Жақсы. Ертең шақыр, үйленесіңдер ғой. Міндетті түрде қалмай келсін. Бірге тойлайық. Осылайша дастархан басында барлық мәселе шешілді. Той уақыты да барлығы да белгіленіп қойды. Так, мына жерде мені мамам суретке түсіре деп жатқан сияқты. Так, балалар, қанекей қарап жеріңдерші, сендер қандай керемет отырсыңдар. Мына жерден естелік суреттерге түсіріп алайын. Қазір мен фотоаппаратымды алып алайын, сендер оған дейін дайын тұра беріңдер. Қане, күлеміз. 1, 2, 3. Чиз. Болды. Қандай керемет суреттер шықты. Қане, тағы да қараймыз. Өздерің ұнаған таңдап аларсыңдар өштен. Все, болды. Күшті суреттер шықты. Көп рахмет сіздерге. Мен де сіздерді естелік суретке түсіріп жіберейін, содан кейін жұмысқа кетуім керек. Жақсы, рахмет саған да. Так, қызым, жігітіңді шығарып сал. Солыңыздар, ертеңге дейін. Сау бол. Сау бол. Ертең тойда жолыққанша. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жүр, кеттік, мен сені шығарып салайын. Жарайды, ендеше мен кеттім. Тойдың жұмыстарын бітіре берейін. Оформление, шақыратын қонақтар деген сияқты. Жарайды, ендеше, пока. Так, достар, осымен тойға дайындалайын. Тойдың жұмыстарын бітіруіміз керек. Так, достар, арада бір күн өтті. Той күні басталды. Ендеше, тадам! Вау, қандай күшті оформление десеңші. Так, достар, сендер де комментарияға жаза кетіңдер, қалай болып жатыр, оформление қалай дегенде. Мұнда іште біздің қонақтар болу керек. Жоқ, енді келеді екен, жарайды, ендеше бастай берейік. Мұнда мені құрбым құттықтап жатыр. Көп созбай бастайық. Тұрмысқа шығуға келісесің бе? Иә, келісем. Сен ше, жеги, дайынсың ба қызды алуға? Әрине, алам, бақытты қылам. Жарайды, ендеше мінекей ала қойыңыздар сіздердің құжаттарыңыз. Так, достар, осылайша мұнда келген қонақтардың барлығы қуанып жатыр екен. Барлығы құттықтап жатыр. Қызық болсын деп келген қонақтарға пранк ұйымдастырдық. Ендеше кеттік, олардың реакциясын көретін боламыз. Әрине, бұл пранк.
Жай, мен сіздердің не істейтіндеріңізді көргім келді. Тоқтатыңыздар, бұл жай ғана пранк болды. Так, достар, осымен той бітті. Ендеше кеттік, кортежге барамыз. Жарайды, жүріңіздер, бізді күтіп қалған болар сыртта. Вау, достар, тойға бір емес, бірде 2 лимузин дайындап қойған екен. Так, ендеше кеттік, қаланы бір аралап шығайық. Сендер де кортежді жақсы көретін шығарсыңдар. Тойдың ең қызығы сол ғой, қаланың барлық шетін аралап қайтасын. Так, достар, бағанағы біздің қасымыздағы лимузин артта қалып кеткен сияқты. Жарайды, өзіміз кете береміз. Артымыздан жетіп алар. Бақытты болыңдар. Енді сыпырғышымды тастайын деп жатыр екен. Айтпақшы достар, сыпырғыш демекші, бірінші серияның барлықтарын көрдіңдер деп ойлаймын. Көрмеген болсаңдар, көруге кеңес беремін. Так, достар, арада осымен бірнеше жылдар өтіп кетті. Сендер көптен күткен той да бітті. Мамалар немерелерін қарап жүр. Әй, қызым, мына баланың коляскасы қайда еді? Осында қойып кеткен едім бағана. Ой, жоқ қойманда. Ай, әлди. Ей, кемпір-ау, баланың басын айналдыратын болдың ғой. Коляскаға салсай жатсында. Иә, қазір төменнен қарап келейінші, төменде шығар мүмкін. Ой, жақсы болды ғой, осында тұр екен ғой. Әне, ұйықтай ғой енді. Қызым, сен тамағыңды ішіп алшы, мен бала қараймын. Айтпақшы, Инстаграм, WhatsAppқа салатын суретке түсіп қоймадық па? Естелікте болсын өзімізге. Достар, осымен біздің екінші сериямыз аяқталды. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Всем пока-пока.